шал болған кезінде, көзімнен қараған аққан кезінде сол кезде болады деп ойлаймын. Бәріңіздің де балалар шағаларыңыз бар. Ертең Қытай келіп басынан теуіп, төртеу-бесеу жауып, күрек күніріп, басынан ұрып атқан кезінде сол кезде болады сіздерге. Ал қазір айта алмасаңыздар, ертең мүлдем айта алмай қаласыздар осы әңгімелерді. Қазіргі мынау Қытайда отырған қазақ қандас бауырларымыздың көріп атқан күнің концлагерін, жаңағы саяси үйрену лагерлері бір 7-8 жылдың ішінде бізге де келеді деймін. Ол мен оған любой ответственный неменен айта аламын да. Ол сол үшін де жауап бере аламын мен. Осы үшін айтқаны үшін соттайтын болса мен айтайын. Жалғыз мен айтып жатқан жоқпын, бүкіл оны қазақ елі, Европа, Америка айтып жатыр оны. Сондықтан мен ол үшін жауапкершілікке тартатын болса мен дайынмын. Сотталуға да дайынмын. Бүгінгі сияқты мына көшеден алып кетіп, біреулер ұрып кетіп атуы да мүмкін. Мен оған бәрін өзім 100% сезініп, біліп шығып жүрген адаммын. Өлтіріп те кетуі мүмкін, ұрып та кетуі мүмкін, пышақтап та кетуі мүмкін. Енді оның бәрін істейтін болса, біздің спецслужбалар ғана істейді, оны басқа көшеде жүрген ешкім жасамайды. Мен өйткені бет алды көшеде жүрмеймін, арақ ішпеймін, темек шекпеймін, мешітке бармаймын, басқа біреудің алажыбын аттаған адам бесін ұрлық жасамаймын. Сондықтан ондай әңгімелер болып жататын болса, бәріңізге айтатыным, сабырлық сақтап сенбеңіздер. Мен тағы